Енді жең сызуға кірісеміз. Бізге жең сызу үшін бар болғаны 3 өлшем қажет. Яғни ахват руки, қолдың ең жуан бөлігінің айналасы, ең жуан білек айналасы, длина руки иық ұшынан білекке дейінгі ұзындық, менде 60 сантиметр. Ахват запястье білектің айналымы, менде 20 сантиметр. Ахват руки менде 28 сантиметр. Ең алдымен жеңіміздің ұзындығын белгілейміз. Менің жеңімнің ұзындығы иықтан білекке дейін ұзындық 60 сантиметр белгілеп аламын. Осылай. сантиметр белгілеп бір сызық сызып аламын. Бір сызық сызып алдық. Енді бізге висота аката деген өлшем қажет. Оны табу үшін осы жерлерде орналасады, висота аката деген. Осы жерді тауып алу үшін бізге размерді 3-ке бөлу керек. Мен базалық лекалада 44-ші размер сызып көрсеттім, базалық лекалада. Енді жеңді де солай 44-ші размерге сызып көрсетемін. Ол үшін менде 44-ші размерді, яғни 3-ке бөлеміз. Сол кезде менде 14-те 6 шықты. Осы жерден төменге қарай 14-те 6 сантиметр өлшеп аламын. 14-те 6 нүктесін қойып, енді осы сызықтарды былай қарай перпендикуляр сызып аламын. Шамамен осылай сызып қоям, үстіңгі жағында дәл солай сызып аламын. Енді маған жеңнің білек айналасы кереге, ахват руки ең жуан жері. Менде 28 сантиметр болып тұр. 28 сантиметрді өлшеп сызу үшін ең бірінші сызбай тұрып киімнің кеңдігіне береміз. Орташа 6 сантиметр, тарлау болса 3 сантиметр, ал өте кең болғанын қаласаңыздар 8 сантиметрге дейін берсеңіздер болады. 8 сантиметрге дейін берсек болады. Енді менің жағдайымда 28 сантиметр білек айналасы, соған менің орташа 6 сантиметр қосамын. Егер сіздердің көйлектеріңіз денеге кішкене жақындау болған қаласаңыздар, онда 3 сантиметр қоссаңыздар болады. Мен 6 сантиметр қосамын, 34 сантиметр болады. 28-ге 6 сантиметр қосқанда, мен сол 34-ті 2-ке бөлгенде 17 сантиметр шығады. 17 сантиметрді 10-ға қарай 17 сантиметр тауып нүкте қоямын. И былай қарай 17 сантиметр тауып нүкте қоямын. Енді жоғарыға қарай 1 сантиметр 10-ға қарай 1 сантиметр солға қарай өлшеп аламын. Енді осы нүктелерді бір-біріменен ұштастырамын. Бастап сызып алдық. Енді осы қиғаш сызықтарды тең 4-ке бөлеміз. Менде 22 шығып тұр. 22-ні бірінші 2-ке бөліп аламыз. 11 болады. Енді 11-ді тағы 2-ке бөлеміз. Сонда 5,5 болады. Мына жағында 5,5 болады. Екінші жағында дәл солай бөліп аламыз. 22 шығып тұр. 11, 5,5, 5,5-ны белгілеп аламыз. Жоқ, мына жағында. 5,5-ны белгілеп аламыз. Енді алдыңғы бойын, артқы бойы базалық лекалаға қалай қонатынын табу үшін бізге, мысалы, мына жағын алды деп алсақ, мына жағын арты деп аламыз. Енді бізге алдыңғы бойдың ең жоғарғы нүктесінен сыртқа қарай 1,5 сантиметр белгілейміз. Нүкте қоямыз, ал соңғы нүктеде 2 сантиметр белгілеп нүкте қоямыз. Енді мына жағында дәл солай.
мына жағынан да солай 1,5 сантиметр өлшеп нүкте қоямыз. И мына жағынан мына 2 сантиметр бердік, енді мынадан 1 сантиметр ішке қарай кіреміз. Енді осы нүктелерді доға сызықпен сызып шығамыз. Үстіңгі жағы дайын болды, яғни бұл қолтық ойынсына тігілетін жері. Енді соңғы өлшем сызып жерімізді аяқтаймыз. Яғни бізге охват запястья деген өлшем қажет. Менде охват запястья 20 сантиметр болып тұр. 20 сантиметрді 2-ке бөлгенде 10 болады. Яғни оң жағына 10 сантиметр оңға қарай, и солға қарай 10 сантиметр өлшеп сызып аламыз бір сызықпен. И осы нүктелерді жоғарыдағы мына жердегі нүктелерменен біріктіріп сызып шығамыз. Енді мына жердегі нүктеменен мына жердегі білек айналасындағы нүктеге екеуін ортасын табамыз. Менде 46 болып тұр, 23 болады, яғни 23 қойып бұға қарай бір сызып шығамыз. Яғни бұл біздің шынтағымыздың орналасқан жері. Осымен біздің жеңіміздің сызбасы дайын болды. Осымен сабағымыз бітті. Қысқаша осы жең туралы. Егер түсінбесеңіздер, қайта-қайта сызу арқылы түсініп алсаңыздар болады. Қайта-қайта сызу арқылы қолдарыңыз үйреніп жаттығатын болады.